Барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге мемлекеттік қызметке орналасу, яғни госслужбаға жұмысқа қалай кіруге болады, сол туралы айтқым келеді. Сізге госслужбаға, яғни мемлекеттік қызметке жұмысқа кіру үшін бір жерге барудың немесе резюме тастаудың қажеті жоқ. Қазір бәрі автоматтандырылған, яғни сайт арқылы сіз өзіңізге керек вакансияны таңдап, сол жерге заявка жіберуге болады. Бос орынға конкурстың екі түрі болады. Ол ішкі конкурс және жалпы конкурс. Ішкі конкурс ол мекеменің өзінің ішіндегі қызметкерлер арасында болады, ал жалпы конкурс, яғни басқа да сырттан келген адамдарға да болатын конкурс болып есептелінеді. Мемлекеттік органдардағы бос орындар туралы ақпарат Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметтік істер агенттігінің интернет ресурсына жариялады. Оны көру үшін мына жерде интернет ресурсында деп тұрған көк ссылка, яғни сілтемені басуларыңызға болады. Қазір басып көрейік. Міне, бос жұмыс орындары деп шықты. Конкурс түрін таңдауыңызға болады. Бізге мысалы жалпы конкурс керек. Фильтрді ашуларыңыз болады. Мемлекеттік орган дегенде қолмен жазуға болады. Егер министерство жаңағы әкімдікке кіргеніңіз қолмен жазуға болады. Немесе келесіне жерде аймақты таңдау болады. Мысалы Астана қаласын белгілесек, мамандығыңыз қандай мамандықты белгілеріңізде жұмыс тәжірибесін белгілеуіңізде болады. Енді қолдану дегенді бассақ, міне бізде бос вакансиялар шықты. Осының ішіне өзіңізге керекті вакансияны таңдауыңызға болады. Жалпы конкурс және санаттары жазылып тұр. Енді мысалы біз жай ғана біреуін таңдасақ, мына жерде Қазақстан Республикасының экология және табиғат ресурстары министрлігі бізге бас сарапшы қажет екен. Үстінен бастап осының мына жерде сіздерге санаты, лауазымы, жаңағы шарттары, талаптары жазылған. Астына қарай түсіресіздер. Барлығымен танысып шығуларыңызға болады. Бұл жалпы конкурс астында міндетті мұқият оқып қарасаңыздар, құжаттарды қабылдау мерзімі жазылған және қажетті құжаттар жазылған. Енді бұл вакансия сізге ұнаса, құжаттарды жіберу дегенді басуыңызға болады. Және де назар аударыңыздар, астында сұхбаттасу орны мен анықтама алу үшін байланыс телефоны жазылған. Бұл жерде бірінші сіздер вакансия ұнатсаңыздар, құжаттарды жіберу дегенді басасыздар. Және өзіңіздің құжаттарыңызды жаңағы өтінішті сіздер почта арқылы жіберулеріңізге болады. Одан кейін осы жерде тестілеуге жазылуыңызға болады. Бұл сіздерде егов сайтына апарады. Онлайн сұрау дегенді басып, ары қарай тестілеуді өтуіңізге болады. Келесі сіз жаңағы өзіңіздің мекемеңізге өтінім жібергеннен кейін сізде міндетті түрде заңнама және мемлекеттік тілді білуге тестілеуден өту керек. Егер сіз бірінші тест тапсырайын деп тұрсаңыз, онда мына жерде көкпен жазылған тапсырыс беру деген сілтемені басуыңызға болады. Араға сізде нұсқаулық жазылған, яғни тест қалай өтеді, қанша сұрақ болады, қандай тақырыпта сұрақ болады деген сияқты. Яғни Қазақстан Республикасы Конституциясы, президенті, үкіметі, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдар туралы заңдар шеңберінде сіздерде сұрақтар болады. Ең басты сұрақтардың бірі бұл заңнама және мемлекеттік тілді білуге тестілеуге қалай дайындалуға болады. Сізді дайындалғыңыз келсе, оқыту орталықтары бар, немесе өздеріңіз өз бетіңізше интернет арқылы дайындалуыңызға болады, немесе оқу орталықтары бар. Кез келген Инстаграм немесе Гуглдан жазсаңыз, государственный тесті деп сіздерде бірнеше оқу орталықтары шығады. Бұл яғни жүргізуші куәлігін алған кезде сіздер автошколаға барып дайындаласыздар ғой, тура сол сияқты осы тестілеуге оқу орталықтары арқылы дайындалуға болады.
келесі жаңағы тесттен өткеннен кейін сіздерде жеке қасиеттерді бағалауға арналған тестілеу күтіп тұр. Бұл жерде сіздерге тапсырмалар береді, яғни стресстікке төзімділік, бастамашылық, жауапкершілік, қызметті басқару, стратегиялық ойлау сияқты сұрақтарға байланысты тапсырмалар беріледі. Бұл тапсырмалардың бәрін орындайсыздар. Ал енді сіз барлық тестілеуден өткен жағдайда сіз енді құжаттарды даярлап сол мекемеге бересіз, яғни өтініш бересіз. Жаңағы мына жерде бүкіл список жазылып тұр, 3-4 фото, білімі туралы құжаттардың нотариалды көшірмесі және өздері сұраған құжаттардың барлықтарын бересіз. Осымен сіздерге мемлекеттік қызметке кіру туралы нұсқаулықпен таныстырдым. Толығырақ www.gov.kz сайтынан біле аласыздар. Ссылканы описаниеда қалдырамын. Егер сізге пайдасы тиген болса, міндетті түрде комментарий қалдырып, лайк басыңыздар және өздеріңіздің мемлекеттік қызметке кіргісі келіп жүрген достарыңызға, туыстарыңызға жіберіңіздер.